Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев Ақтан Батыр, Жанқожа Батыр, Бекарыстан би және Түктібаев ауылдарына арнайы барып, мал қыстату науқанына шөп дайындау жұмыстарымен танысты. Аудан басшысы алдымен Ақтан Батыр ауылындағы Сыр Маржаны жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің егіс алқабына ат басын бұрды. Егістік басында серіктестік директоры, облыстық мәслихат депутаты Мінәжиддин Өтеев шөп дайындау жұмыстарының барысымен таныстырды. Сыр Маржаны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 585 гектар жерге жаңа жоңышқа, 1104 гектар жерге ескі жоңышқа еккен. Қазіргі таңда серіктестіктің жұмысшылары арнайы техникалармен ескі жоңышқаны екінші рет орып жатыр. Аудан басшысы бау-бақшалы жеміс алқабында көріп шықты. Қауын қарбыздың түр-түрі уыздай пісіп, мол жемісін бергенге ұқсайды. Әлі де күзде жемісін беретін қауын қарбыздар бар дейді бақшашылар. Қыстың қамын жазда ойла демекші, күзгі науқанға дайындық жаман емес сияқты.